Айран үйтіп, қамыр ашытатын бұйымды қақпағын тігетін боламыз. Қақпағына үтіктеп дайындап алғанымызды синтепонның бетіне қойып, тура соның размерінде кесіп алатын боламыз. Домалақтап, әдемілеп, тегістеп кесіп аламыз. Осы кесіп алғанды екеуінің ортасына, екі матаның ортасына қойып, мынау үтіктелген тігіс сызықтар арқылы, қырлар арқылы тігіс жүргіземіз. Мен енді тігісті өзінің түсіне қарай жіпті алатын боламын. Астына ақ жіп, үстіне көк жіп. Мынау фетрді да қойсаңыздар болады. Қалың фетр қақпақ қалың болып ұстап тұрады. Мен қазір тек холофайбермен істеп көргім келіп отыр. Енді осының ортасына ручкасын істейміз. Мына төрт бұрышты қылып кесіп аласыздар, өздеріңізге ыңғайлап. Әдемі болу үшін мынандай кружева тігемін. Кружеваны осылай түзу қылып ұстап алсаңыздар да болады, или сборка жасап, осындай тіксеңіздер болады. Мен қақпағын ручкасын дайындадым. Осылай тігіп, закрепка бере отырып тіккен дұрыс болады, сөгілмейтіндей. Бұл көпте күнделікті қолданылатын болғандықтан жан-жағына закрепка бере отырып тігетін боламыз. Артық жіптерін бәрін кесіп тастаймын. Тігіншінің сапалы тігісі болу үшін оның артық жіптерін бәрін алып тастау керек. Міне холофайбермен ішіне де, сыртына да саласыздар, екі жақтан да. Жұқалап салып қойсаңыз, әрі плотный болады, әрі жылы болады. Жан-жағынан салып. Ортасына жаңағы синтепон қоймай, фетрді қойып отырсаңыздар да болады. Міне енді айналдыра тігіп аламыз. Косая бейкаға ыңғайлап тігіс жүргізіп аламыз. Тігіп алып, 0,1 қалдырып, артық маталардың барлығын кесіп тастаймыз, артық жан-жағынан шығып тұрған. Мына тігіп алу керек. Сосын мына косая бейкамен айналдыра тігеміз. Косая бейканы өзінің түстес жібін аламын. Мына косая бейкамен тігіп алдық, айналдырып барлығын. Енді мына кружевамен айналдыра қайтан тігіп шығамыз. Сонда қақпаға әдемі болып шығады. Міне тігіп болдым. Осылай енді мынау бауы тұр. Бауға осындай салпаншағын жасап қоямын, чтоб сетінеп сөгіліп кетпес үшін. Міне дайын болды. Арнама тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Рахмет.